Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен лагман қамырының дәл осындай біркелкі болып шығатын рецептімен бөлісемін. Бұл видеода қамырды қалай илеу керек екенін, сонымен қатар осындай біркелкі домалақ болып шығатын созу техникасымен және пісіру техникасымен бөлісемін, және де толық калькуляциясын айтып өтетін боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қамырды илеу үшін ұн, су және тұз қажет болады. Ұн мен тұзды араластырып, суды қосып қатылау қамыр илейміз. Мен жұмыртқа қосқан жоқпын, жұмыртқа қоссаңыздар да болады. Жұмыртқа қосылған қамыр тезірек кеуіп кететін болады. Сол үшін мен жұмыртқа қосқан жоқпын. Дегенмен қалауларыңыз біледі, жұмыртқа қоссаңыздар да болады. Дәл осындай бізде қатылау қамыр болу керек. Қолға жабыспайтын жағдайға жеткенге дейін илейміз. Міне, қолға жабыспайтындай жағдайға жетті. Енді біз бұны конверттік әдіспен қамырды жайып шығамыз. Яғни қамырды конверттік әдіспен жинақтаймыз. Бұл бұрыннан келе жатқан әдіс. Дәл видеодағыдай жасап шығамыз. Қамыр қатты көрінгенімен тындырған сайын қамырымыз жұмсарады және үзілмейтін әдемі қамыр болып шығады. Пакетке салып 40 минутқа тындырып қоямыз. Қырық минуттан кейін қамырымызды салафаннан алып, қамырымыз біршама жұмсарған. Енді осыны дәл видеодағыдай жайып шығамыз. Конверттік әдіспен жинақтаймыз. Дәл видеодағыдай жинақтап шығамыз. Бұл рецепт бойынша 1 килограмм ұннан сіздерде 2 килограмм дайын лагман қамыры шығады. Әр порцияға 200-250 грамм лагман қамырын есептегенде сіздерде 10 порцияға жететін дайын лагман қамыры шығады. Енді салафан пакетке салып 30-40 минутқа тағы да тындырып қоямыз. 30-40 минуттан кейін салафанын алып жая бастаймыз. Қамырымыз біршама жұмсарып қалған. Енді дәл видеодағыдай жайып шығамыз. Қалыңдығы шамамен осындай 1,5 сантиметрдей болу керек. Содан кейін жарты бөлігіне сұйық май жағып шығамыз. Екі сантиметрдей кесіп шығамыз. Бетіне сұйық май жағып шығамыз. Бетін салафанмен жауып 30 минутқа қойып қоямыз. 30 минуттан кейін қамырымыз біршама жұмсарған. Неғұрлым ұзағырақ тұрған сайын соғұрлым біздің лагманымыз әдемі созылатын болады, үзіліп кетпейтін болады. Дәл видеодағыдай осындай тақтайдың үстіне немесе силиконный коврикке соссаңыздар өте әдемі біркелкі болып созылатын болады. Осындай болу керек. Және кез келген ыдысты майлап, үстіне домалақтап шығамыз. Бірінші қатар толғаннан кейін сол қатардың үстін сұйық маймен майлап шығып, екінші қатар толтырамыз да бетін салафанмен жауып 30 минутқа қалдырып қоямыз. 30 минуттан кейін біздің лагманымызды соза бастаймыз.
30 минуттан кейін лагманымызды соза бастаймыз. Оң қолымызбен домалақтаймыз, сол қолымызбен айналдырып шығамыз. Екі қолмен бірдей жұмыс жасаймыз. Тағы да қайталап өтетін болам. Оң қолымызбен домалақтаймыз, сол қолымызбен айналдырамыз. Асықпай жасауға кеңес беремін басында, кейінірек қол үйренгеннен кейін жылдамдық бірте-бірте келетін болады. Бір созып болғаннан кейін қамырды тағы да екінші рет созып шығамыз, дәл видеодағыдай. Оң қолымызбен домалақтаймыз, сол қолымызбен айналдырамыз. Үшінші рет созған кезде қамырымызды екі қолмен айналдырып шығамыз. Дәл осылай жасайтын болсаңыздар, сізге бір келкі домалақ, әдемі лагманның қамыры шығады. Дайын болған қамырды видеодағыдай екі қолға жинақтап шығамыз. Дәл видеодағыдай жеңіл ұрамыз. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Бір келкі әдемі болып шықты. Қайнап тұрған суға тұз салып қамырымызды саламыз. Видеодағыдай вилканың көмегімен 10 секундтай айналдырамыз. Сол кезде қамырымыз бір келкі пісетін болады. 2 минут шамасында пісіріп, артынан салқын суға шайып аламыз. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Бір келкі әдемі болып пісті. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.